Менің түсінгенім бойынша, неге ақиқатты қоғамда демократия деген заңның өзінің таңбасы тұрған кезде, зайырлы деген заңның таңбасы тұрған кезде, мына жақта транстар көтін ауыстырып жатқанда, мына дін өзінің ақиқатын айта алмай ма, сондай дәрежеде ма сонда? Транстар өзінің көтін еркектен әйелге, әйелден еркекке ауыстырып жатыр операциямен. А соларға заң рұқсат беріп қояды да, сендердің ақиқаттарыңды айтуға рұқсат емес па? Сонда не ақиқат оның артында жатқан? Оның мақсаты не сонда? Ол діннің соншалықты ақиқатында қорқыныш болатын болса қоғамға, не үшін қажет онда ол? Маған сұраққа жауап беретін адам бар ма? Ілім иелері бар ма мына жақта? Жоқ, рас қой ағалар, айтыңыздаршы. Транстардың өздері білгендерін жасап жатыр. Жауап бере алмайды. Мына жақта именно ақиқатты, неге туралықты тарс айтып тастамайды жамағаттарына? Жоқ, біреудің өмірінен мысал қылып айтады, ананың өмірінен мысал қылып айтады, сенің өміріңнен, менің өмірімнен. Дінге біздің өміріміздің мысалы нақыл керек. Ана жақта сахабалардың өмірі жатыр, пайғамбарлардың өмірі жатыр. Соларды айтпай ма? Неге ол көшедегі ішіп атқан алқаш бомждардың өмірін мысал қылып айтады? Нақыл керек, дін сондайға мұқтаж болып қалды ма? Көшеде жатқан бомждың өміріне мұқтаж болып қалды ма дін? Әлде сол пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде көшеде жатқан алқаш мушриктің өмірінен мысал қылып алып келді ма осы ислам дінін? Айта алмайды. Рухтары жетпейді, Назерке. Не сонда айта алмаса? Неге болды онда? Неге бұл жүйе құрылды Қазақстанда? Назерке, қарындасым, қаңтар оқиғасы болды, Талғарда жағдайлар болды. Бір имам шыққан жоқ, бір имам халықты қолдаған жоқ. Ешқашан ондай болмайды. Дұрыс айтасың сен. Жоқ, мен айтам да, адамдардың, мына сіздерде, мен де қарапайыммын, сіздер де қарапайымсыздар. Жалпы, мен кешегі әңгіме мынадан шыққан. Идеология қазақты төртке бөліп тастады. Орысың бір жаққа, Қытайың бір жаққа, Арабың бір жаққа, Европаң бір жаққа. Европаны қолдайтын қатындар көтімен арпалысып сексуал болып кетті. А бұрын ажырасқан қыздар көтке тоймай қотаққа тіреліп жатыр бәрі. Қытайың тауармен адамдарды, қазақтың ұлттың арасында Қытайың жаңағындай тауарлармен біздің идеологияға кірді. Қоғамға кірді тауар идеологиясымен. Кім тағы Арабың тоқалмен кірді өзінің идеологиясымен, әртүрлі сектасымен кірді. 73 тармақтың 72 тармағымен кіріп кетті өзі. Нағып отырсыңдар енді шекарадан қарамай. Сосын мына жақта жаңағы не дейді, арабың сол жақта орыс, Қытай миымыз ашты, тағы кім бар еді, Европаң. Орыстың тілмен шүлдірлеп кіріп кетті біздің қазақ қоғамына. Қазақ төртке бөлінді. Біреуіміз Аллаху акбар деп арабша сайрап жүрміз, біреуіміз здравствуйте деп жүрміз, біреуіміз нихау деп жүрміз, біреуіміз hello деп жүрміз. Сосын біздің тарихымызды кім жеткізеді? Болашақ ұрпаққа hello деп, sexy girl деп жеткізесің ба, болашақ ұрпағың, сондай тарих қалдырасың ба, sexy girl деп? Әлде мына жақта тоқал алып, жан жаққа лақтырып, үш қатынды үш жаққа сиганың қатына ұқсап, баланы әлгімге туғызып, оны үкіметке басын байлақ қойып, үкіметтен бетіп, билік маған ақша берме, көп балалы анамын, немесе мен дейтін бала тудым ғой, Тоқаев маған ақша бер құрсын, мен дейтін қайыршымын, мен біреудің әйелім, екінші әйеліммен үйші, мен дейтін үй жоқ, менде Тоқаев маған ақша бер деп отырасыңдар ма әлде? Или болмаса Қытайың тауарын алып келем деп шекараға барасыңдар ма? И потом мына жақта орысыңнан бір нәрсе сұрайсың ба? Не тарихты кімнен сұрайсыңдар сендер? Мен түсінбеймін, Қазақстан қоғамында қазақтың тарихы не үшін айтылмайды? Не үшін біз өзіміздің тарихымызды айтуға ұяламыз? Ағалар, апкелер, біз не үшін өзіміздің дүние танымымызды айтуға ұяламыз? Мыналар өз білгендерін жасап жатқан кезде біз қашанғы көзімізді жұмып жатамыз? Қайда біздің тарихымыз? Біздің тарихымыз осылардың ортасына шыға алмайтындай сондай ұятты тарих қалған жоқ қой бізде. Бізде батырлар, кәдімгі менмен деген батырлардың үлкен несі жұмыстары, үлкен қызметтері, елге жасаған, ұлтқа жасаған еңбектері қалды ғой. Соны неге айтпасқа? Біз неге біреудің идеологиясымен басымызды қатырып отырмыз?
Біз өзіміздің идеологиямыз шықпайынша басқа идеологияны құрта алмаймыз. Біз өзіміздің тарихымыз шықпайынша басқа тарихтың көзін жоя алмаймыз біз. Сондықтан да өзіміздің тарихымызды әр эфирде айта беру керекпіз. Махамбеттің батырлығын, Исатайдың батырлығын, Әбілқайыр ханның басын қосқандығы қазақтың, кім басын қосты, қазақ хандығы қашан келді, сол кезден бастап қазақтардың ерлігі қандай болды. Міне содан кейін қазақ жігіттерінің духы көтеріледі, рухы оянады. Содан кейін қазақ жігіттері әйелдермен ажыраспайтын болады. Ана Европаның идеологиясы бар ғой, сексологтар бар ғой, коучтар аузына құм қойылатын болады. Себебі қазақ өзінің тарихымен шықты. Еркектер, сіздер өздеріңіз тарихтарыңызды айтатын болсаңыздар, әйелдер де өзінің тіліне еге болатын болады. Түсінесіздер ма? Біздің мына еркектер тарихты айтпағаннан кейін ұлтқа әйелдің күші жетпейді. Ұлтты құртуға күші жетіп жатыр қазір. Ұлтты құртып жатыр мына әйелдердің көбі. Барлығына топырақ шашпаймын. Әрбір идеологияның құлдығына айналдық біз. Ертең сендердің еркек бастарың мен қатындарың орысқа күң болып жатса, арабқа тоқалы болып жатса, қойныңда жатқан қатының, сен сондайға шыдайсың ба? Көз алдыңда алып бара жатыр сенің. Көз алдыңда алып бара жатыр сенің. Қазақ әйеліңді араб келтет тоқал қылып алып кетті. Еще сені жамандап бара жатыр ана қазақ әйелің бар ғой. Жұмот деп, жауапкершілігі жоқ, еркек деп өз қазағының күйеуіне шыққан өзінің кәдімгі балаларының әкесін жамандап бара жатыр. Сен көтере аласың ба? Сондай намыстарыңды төменге түсірмес үшін өз қазақтарыңды, өз тарихтарыңды қалай өмір сүру салтын солай ояту керекпіз біз. Тарихпен оянамыз біз. Біз идеологиямен оянған жоқ. Қазақ өзінің рухымен, тарихымен оянды. Өзінің рухымен, тарихымен осы ғасырға дейін жетті. Қазақ тірі жетті. Біз ашаршылық кезінде де, жоқшылық кезінде де біз тірі келген адамдармыз, тірі келген ұлтпыз, тірі қалған ыдырап кетпей басымыз, тірі қалған ұлтпыз, ашаршылықты жеңген ұлтпыз біз. Сол тарихты кім біледі қазір араларыңызда? Менің айтып отқаным осы тарихты жаңғыртыңыздар ағалар. Мыналармен күресіп біз пайда таппаймыз. Олардан пайда келетін нәрсе өздерінен жаңағы адамдардың сандарын көбейту мақсатында эмоциясын кіргізіп жатыр бізге. Сол идеология мен эмоцияларды жою үшін біз рухымызды оятып, өзіміздің тарихымызды айтуымыз керек. Сен не бітірдің, сен не білесің деген кезде, мен өз тарихымды білем деп айтуымыз керекпіз да. Мен қазақпын, мен тарихым басқа, мен ұлтым басқа. Ешкім ұлтты таңдап тумайды. Біз таңдап туған жоқпыз қазақ екенімізді. Ұлтты таңдай алмайды ешкім, дінді таңдаса да, сенімді таңдаса да. Мен христиан ислам дінінен шығып кеттім, бірақ ұлттан, қазақ ұлтынан ешкім шыға алмайды қазақ болып жаратылғаннан кейін. Мен шығып кеттім исламнан. Мен таңдауға құқылымын, қандай дін болса да, христиан болсын, тағы басқа дін болсын, мен дінді таңдауға құқылымын, бірақ ұлтты біз таңдап туа алмаймыз. Сондықтан әрбір ұлттың өзінің тарихы бар сақталған. Түсінесіздер ма? Діннің тарихы қалай сақталған болса, қалай жеткен болса адамдарға, ұлттың да тарихы солай сақталып жетті бізге.